Біздер сондықтан да киелі сахнада қызмет етіп жүрген ел ағаларына үлкен алғыс білдіреміз. Аман болыңыздар, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мереке құтты болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Председатель Союза театральных деятелей Казахстана, народный артист, лауреат Государственной премии Казахстан Жаманкулов Тунгышбай Кадырович. Ассаламу алейкум. Қадірлі ағайын, өнерсүйер қауым және сол өнерге еңбегі еш тұзы сор болса да жанын жалаңа шыдап, күнде мынау қасиетті сахнаға шығып, көрерменмен қауышып, ой бөлісіп, шерленіп жүрген менің әріптестерім, бауырлар, іні қарындастарым, ағалар. Қош келдіңіздер. Енді Қазақстан театр қайраткерлері одағының құрылған 60 жылдан асты. Бұл театр қоғамды кезінде Роза Жаманов апамыз марқұм басқарған, одан соң Әзірбайжан Мәдина Мәмбетов ағамыз марқұм басқарған, одан кейін Еркін Жуасбекұлы деген жігіт басқарды. Енді менің қолыма тигелі біраз жыл болды. Осы қоғамның қиын жылдарда шанасын сүйреп, шама келгенше бүкіл Қазақстанда 60-қа тарта театрдың мұң-мұқтажын ортаға салып, жоғарыға жеткізіп дегендей өздеріменен бірлесіп, қауышып, сырласып жүргенімізге біраз жыл болды. Оның арасында осы Емлікгүл деп аталатын театрдың кәсіби сыйлығын тағайындағанымызға да біраз жыл болды. Бұл 7-8 жыл отырған себебі кейінгі 2 жылда өтпей қалды. Оған пандемия кезіп қиын болды, және пандемияда кем түспеген бұрынғы министрліктің жігіттері қарсы қалды. Сондықтан енді не де болса жақсы іс бәрібір қалмайды, арғы жалғасады. Өйткені сахнаға шығатын ардагер, азапкер әріптестерімізді, інілеріміз бен қарындастарымызды, замандастарымызды, аға-апаларымыздың маңдай терінің сахнаға дамыған әрбір тамшысы өте қымбат тұрады. Ол көрерменнің жүрегіне жеткенше үлкен жолы сапар шеккен. Театр мен өнер әрине бірге қазаққа театрдың қанына сіңіп кеткен себебі біз қазақтар осы сахнадан өзіміздің шынайы өмірімізді көргіміз келеді. Көбінде көп қазіргі заман қилы-қилы болған соң өмірде ойнайтын болдық. Ал біз сахнада қымбат ағайындар ойнамаймыз. Актерлар ойнамайды, шерленеді. Актерлар өмірін сүреді. Соның өмірін, кейіптің өмірін сүреді. Ол онша оңай шаруа емес. Сондықтан жыл сайын мүмкіндігінше біз осындай бір жыл бойы озып шыққан, еңбек еткен, маңдай терін төккен әріптестерімізді осы 60-қа тарта театрдың ішіндегі жүйріктерді таңдап, солардың арқасына қағып, осындай Емлікгүл деген сыйлықты тағайындадық. Жыл сайын демеушілер болып жүрсе, бұл жолы бізге көмегін мына Алматы қаласының әкімшілігі қол ұшын берді. Оған үлкен рахмет айтуымыз керек. Қаланың әкімі Ерлан Досаевқа, әкімнің орынбасары Арман Оразбайұлына, тағы да басқа мәдениет бөлімінің басшысы Ғани мырзамызға, солардың бәріне сіздердің аттарыңыздан үлкен рахмет айтып, қошеметтеп ду қол шапалақтап. Ендеше үлкен дода көкпар бәйгенің басталар алдында мен өзінің басшылығын пайдаланып, бізбен бірге жақсы жұмыс істеген, әрбір театрлардағы ерекше қызмет етіп, театр қайраткерлер одағымен тығыз байланыста болған, әрбір театрдың, Қазақстан театр қайраткерлер одағының сол жердегі жауаптыларының біразына біз үлкен рахметімізді айтып, осы жолы қолдарына бір рахмет қағазын грамоталар ұсынғымыз келеді. Қазақстан театр қайраткерлер одағының 22 жылға өткізілген Емлікгүл кәсіби сыйлығының рәсімі аясында одақтың тығыз байланысты жасап театр өнер қосқан үлесі үшін одақтың құрмет грамотасымен мына кісілер марапатталады. Лақаева Шолпан, Шығыс Қазақстан облыстық драма театры. Құтты болсын, қошеметтеріңіз. Роза Беркешева, Шымкент орыс драма театры. Жақсыбек Құрманбеков,
Ғабит Мүсірепов атындағы Бақыт Жұмағұлова, Қуанбек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрының үздік аз ғана уақыттарыңызды алайын тағы да. Енді былтырдан бастап Қазақстан театр қайраткерлері одағы тек қана осы қағаз жалтырақ қатпар қағаз бере бермей, мынау өнерде енді бізбен байланысты болған ол жігіттер ғой, одақпенен тығыз байланыста жергілікті. Бірақ сол театрда бір арқа еті арша, борба еті боршау жұмыс істейтін актерлар мен актрисалар болады. Кейде олар басшылықтың көзіне ілінбейді, кейде өзі сондай бір көмбескі болып үндемей жүретін, сондай бір өнерге шын берілген адамдар болады. Міне соларға біз алыстан танып, тегінен танып, тамырын ұстап біліп, солардың біразына біз Дара деген Қазақстан театр қайраткерлері одағының үлкен медалін шығардық. Сол медалінде бүгін біраз адамдарды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Землянов Анатолий Геннадьевич, Шымкент қалалық орыс драма театрының актері. Шымкент далековато, билетов нет, дорога билет, и он не приехал, но он такой директор, а всех думает. Вот. Это вот такой медаль. Лично. Это Шымбала, друзья. Иманов Абдулмажид, Ильяс Омаров атындағы драма театрының актері. Жылда біз осы үлкен сыйлықты қазақи мұсылмандық әдіспен 7 номинация беретінбіз. Яғни 7 адам ең үлкен сыйлыққа. Сонан тағы да 7 адам, 7 актер, актриса, режиссер, художник, соған жаңағы марапаттау сыйлығына үміткер ретінде. Бірақ бұл жолы біздің аса қатыгез, қағылез эксперттік комиссия бір премияны биыл бермеуге шешім қабылдады. Өйткені ол премияның ішінде ең үздік опера театрының әншісі, мысалы Гретта театрының әншісі болуға керек еді. Бұл жолы көп адам ұсынылмады, бірақ адам ұсынылды, сондықтан конкурент болмағандықтан басқа театрлар біздің одақтан шығып музыкалық өнер қауымдасын өртіп кеткендіктен бұл призді әзірше бермей тұратуға шешім қабылдады. Бірақ біздер бөлінген ақшаны не істейміз? Ол бөлінген ақша. Ендеше бұл призді біз Қазақстандағы осы еңбек етіп жүрген, аты шығып жүрген, әрине бізбен де тығыз байланысты болып жүрген ең үздік 5 театрға бөліп беруді шешім қабылдады. Солардың бірі Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрының ұжымы. Раев Амантаев. Бұның ішінде ақшасы бар. Миллионды 5-ке бөлгенде қанша болады? Бұны біз санап бермейміз, әлгі почта арқылы жібереміз, оны Алматы қалалық әкімшілік өзінің есебінен жібереді. Бұл мәселеге біз араласа алмадық, тек тізімді ғана. Екінші, Сергей Қожамқұлов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының ұжымына. Приздің ақшасын 300 мың акимат тікелей сіздердің есепшоттарына аударады. Аударылмаса маған береді. Құдай қаласа, құтты болсын. Төртінші, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының ұжымы. Қуыршақ театрының жаңа директоры Алмат. Ойна, құтты болсын. Міне келесі алып 300 мың премия алдым. Коллективе бізден дұғай сөйлем. Қарағанды облысы Станислав
Красавск атындағы орыс драма театрының ұжымы. Осыдан кейін нағызғы негізгі марапаттау салтанатына көшеміз. Рахмет назарларыңызға. Ары қарай жалғасın. Тұңғышбай Әл-Тарази, қошеметтеріңіз. Рахмет аға. Ал қазір сахна төріне Ғабит Мүсірепов есімін ұлықтап жүрген жастар мен жасөспірімдер театрының актерларын шақырайық.